Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен қатырылған қант дайындадым. Бала кездің балғын дәмі десек те болады. Қалың табамызды қыздырып, оған 1 килограмм қантты салып қыздыратын боламын. Қанттың жегі осылай қоңырқай түске енгенше қоятын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Достар, міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар. Егер сіздер қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің каналымда жаңа рецепттер сіздерге көрініп тұрады. Мен сіздермен әлі де өте оңай, өте жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Егер де үйде үлкен ата-әжелеріміз болса, онда әрбір үйде осындай қатырылған қант дайындалады деген ойдамын. Қатырылған қант бұрынғы кезде ата-бабаларымыз кәмпит ретінде пайдаланған. Осылай қантымыз қуырылғаннан кейін оның үстіне 200 грамм сүт құйып араластыратын боламыз. Сүт құйғаннан кейін достар тез-тез араластыру қажет. Мен қантты шоколад түстес етіп, қоңырқай етіп дайындадым. Өзіме осындай түс ұнайды. Барлығын жақсылап тез-тез араластырыңыздар. Қантымыз дайын болып қалған кезде май салып, тағы да жақсылап араластырамыз майымыз ерігенше. Жайлап біздің қантымыз дайын бола бастады. Қантымыз қоюланғанша жақсылап араластырып тұратын боламыз. Егер де араластырмасаңыздар, онда қанттың асты күйіп кетеді. Сондықтан да араластыруды тоқтатпаңыздар. Одан соң қантымыз дайын болғаннан кейін осындай құрғақ тәрелкеге май жағып, қантты осы тәрелкеге құятын боламыз. Мінекей достар, біздің қантымыз дайын болды. Ас болсын достар.